Қалай Қытайға грантқа түсуге болады? Мен сіздерге осы видеода қадам-қадаммен толыққанды түсіндірем, қалай түсуге болатыны жайлы. Ең біріншісі әрине, ол деген университет таңдау. Мемлекеттік университеттер таңдауларыңыз қажет болады. Грант ұсынатын, яғни шетелдік азаматтарға ұсынатын 200-ден астам университеттер, яғни шетелдік азаматтарға грант ұсынады. Бұл жерде енді бір айта кететін нәрсе, мұқият таңдаңыздар, өйткені соңғы 5 жыл сіздер сол қалада, сол университетте оқисыздар. Екіншісі, сіздер құжаттарыңызды дайындауларыңыз керек болады. Яғни құжатты аударуларыңыз қажет болады, дұрыс рәсімдеулеріңіз қажет болады. Үшіншісі, сіздер деген ол тапсыратын уақытты белгілеу қарап отыруыңыз керек болады. Әр университеттер, яғни біздің Қазақстандағыдай емес, Қазақстанда мысалы жазда ашылады, августтерге тапсыру басталса, Қытайда қазір басталып жатыр. Көп мемлекеттік шетелдік университеттерде тапсырулар қазір болып жатыр, және де олардың дедлайндарын қарап отыруларыңыз керек болады. Яғни ашылған уақытта құжаттарыңызды дұрыс толтырып, дұрыс тапсыру үлгерулеріңіз қажет болады. Сосын ешқандай тіл білу міндетті емес. Яғни Қытай тілін білмесеңіз де, сіз тапсырып оқуға түсуге мүмкіндігіңіз бар, және де емтиханда тапсырмайсыз. Яғни вступительный экзамен дейді ғой, ешқандай емтихан тапсырмайсыз. Және де төртіншісі, бұл жерде деген, сіз деген бірнеше университетке тапсыруыңыз қажет болады. Яғни бір университетпен шектелмеңіздер. Бірнеше университетпен тапсырып бірнеше университетке тапсырыңыздар, сол кезде сіздердің түсу мүмкіндіктеріңіз көп болады. Және де бесіншіден, егер бүкіл нәрсені дұрыс жасайтын болсаңыздар, сіздерге шақырту қағазы келеді. Ол шақырту қағазы 2 апта мен 1 айдың арасында сіздер күтесіздер. Әрине бұл нәрсе университетке байланысты болады. Егер видео қызықты болатын болса, лайк пен комментарий басыңыздар. Ал менде дайын гайд бар. Яғни қалай Қытайға түсуге болатын жайлы көрсетілген. Егер сол гайдты алғыңыз келетін болса, комментарияға грант немесе гайд деп жазыңыздар, мен сіздермен бөлісетін боламын.